Bir үлкен кісі бірде бақшасында жүріп күліпті. Мен бақшамда емес, бақшам мені емдеп жүр деп. Сол бір қарапайым сөздің өзінде өмірдің тұтас мәні жатыр емес пе? Кейде адам өзіне шипаны дәріден емес, табиғаттан, тіршіліктің өзінен табады. Таңертең ауласына шығып шөбін жұлып, түсте ауасын жұтып, кешке серуендесе, соның бәрі жан мен тәннің тынысы. Фитнес емес, қымбат дәрі емес. Осындай қарапайым қозғалыс пен еңбек денсаулықтың нағыз серігі. Адамның жүрегі асықпай соқса, өзіне де, өзгеге де тыныштық береді. Сондықтан болар, сабырлы адам әрдайым жеңімпаз. Бәрі өз ретімен жақсы болады деп сенуде бір ем. Сол сөзді күніне бір рет айтсаң да, жүрегіне тыныштық орнайды. Ашу мен асығыстықтан арылған жан ең бақытты адам. Өмірдің сәні де, мәні де өз орнымен асықпай өмір сүруде. Біреудің өмір сүру себебі немересінің күлкісі. Біреудікі өз қолымен күткен гүл бағы. Енді біреудікі таңғы шай үстіндегі жылы әңгіме. Әркімнің жүрегін жылытып, күнін мағыналы ететін өз себебі бар. Міне сол себеп адамды тірі ұстайтын күш. Ол тек қуаныш емес, жанның тынысы, өмірдің мәні. Біздің бұл өмірден аларымыз өзгені еліктеу емес. Еліктеу өз болмысыңнан алыстау. Ал үйрену өзіңді қайта табу. Жақсыны үйреніп, жамандан жирену адамның рухани саулығының жолы. Адамның шынайы бақыты ішкі тепе-теңдікте. Жаның тыныш болса, тәнде жеңіл, ойың таза болса, өмірде жар. Кейде өмірді жақсарту үшін үлкен өзгеріс қажет емес. Бәрі де қарапайым әдеттерден басталады. Тағамыңызды аздап қысқартыңыз. Күн сайын таза ауада серуендеңіз. Телефонды қойып көршіңізбен сөйлесіңіз. Күн сайын бір жылы сөз айтыңыз. Осындай ұсақ көрінетін әдеттер өмірдің сапасын арттыратын үлкен күш. Адам өз денесіне де, жанына да қамқор болуды үйренсе, уақыт оған мейіріммен қарайды. Өмірдің мәні асығып үлгеруде емес, әз сәтті сезіне білуде. Бір кесе шайдың иісінен, таңғы самалдың тынысынан ләззат алсаң, сол саулықтың белгісі. Қазақта бекер айтылмаған: жақсы ниет, жарым ырыс. Жақсы ой, жақсы дем, жақсы сөз жанның шипасы. Өмір дегеніміз ниет пен әрекеттің айнасы. Не ексең, соны орасың. Сондықтан өзгеден емес, өзіңнен баста. Жақсы ой ойла, жақсы сөз айт, жақсы іс қыл. Сонда өмірдің дәмі де, ғұмырдың ұзақтығы да өздігінен артады. Өмір жарыс емес, ол сапар. Оны асықпай, сүйіспеншілікпен жүріп өтейік. Берік болыңыз, бірге болыңыз.